Сәлем сұлулар, бүгін сіздерге классикалық баклавамыздың қамырын қалай жаю керектігін көрсететін боламын. Яғни бұл қамырды қалай дайындалу керектігін алдыңғы видеода мен сіздерге көрсеткен болатынмын, иә. Енді қалай жаю керек техникасын көрсететін боламын. Яғни бізге классикалық баклавамыз үшін қамырымызды 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қамырымыздың әрқайсысын осылайынан екі бөліктен алып, кукурузный крахмал арқылы үлкейтіп алатын боламыз. Онымен жаюға мүлдем болмайды, қыздар. Онымен жаймаңыздар, жарай ма? Ал қалған бөліктерін целлофанымызға салып қоя тұрамыз. Бұл классикалық баклавамыздың қамырын өте жұқа етіп жаямыз. Жұқа болған соншалықты астынан қолымыз көрініп тұруы қажет, қыздар. Қыздар, дәл видеода көрсетілгенде менімен бірге қайталап, бірге жайып көрсеңіздер болады. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей қыздар, мен қамырымның барлық бөліктерін жайып болдым. Енді жабыспас үшін арасына кукурузный крахмалдарын сеуіп қойдым. Өзіміздің табамызбен бірдей етіп формамызды кесіп алатын боламыз. Және де классикалық баклавамыздың қалай жасалу жолын мен сіздерге келесі видеода көрсететін боламын.